Тірі ағзаларда зат алмасу үдерісі үздіксіз жүріп отырады. Зат алмасу барысында пайдалы заттармен қатар ағзаға қажетсіз немесе зиянды өнімдер де түзіледі. Осы артық заттарды сыртқа шығару бөліп шығару деп аталады. Бөліп шығару зат алмасу үдерісі барысында түзілген немесе тағаммен бірге түскен артық су, тұздар, улы және зиянды заттардың ағзадан сыртқа шығарылуы. Бөліп шығару барлық тірі ағзаларға тән. Адамға, жануарларға, өсімдіктерге, саңырауқұлақтар мен микроағзаларға ортақ үдеріс. Өсімдіктерде арнайы бөліп шығару жүйесі жоқ. Зиянды немесе артық заттар жапырақ саңылаулары арқылы, жасымықша арқылы, немесе жапырақтың түсуі арқылы сыртқа шығарылады. Өсімдіктер көмірқышқыл газын, артық суды және минералды тұздарды бөліп шығарады. Кейбір өсімдіктер эфир майларын, шайыр, нектар бөледі. Бұл заттар өсімдікті қорғауға немесе жәндіктерді тартуға көмектеседі. Жануарларда бөліп шығару үдерісі жақсы дамыған. Жануарлар көмірқышқыл газын тыныс алу арқылы суды, зәрді, артық тұздарды арнайы мүшелер арқылы шығарады. Қарапайымдыларда зиянды заттар вакуольдер арқылы бөлінеді. Бунақденелілерде мальпигий түтікшелері, ал омыртқалыларда бүйрек негізгі бөлу мүшесі болып табылады. Адам ағзасында бөліп шығару үдерісіне бірнеше мүшелер қатысады. Бүйрек зәр түзеді. Өкпе көмірқышқыл газын және су буларын шығарады. Тері арқылы артық су мен тұздарды бөледі. Бауыр зиянды заттарды залалсыздандырады. Бұл мүшелер бірігіп ағзаның ішкі тұрақтылығын сақтайды. Бөліп шығару тіршілік үшін өте маңызды үдеріс. Егер артық және зиянды заттар ағзадан уақытында шығарылмаса, ол ағзаның улануына және түрлі ауруларға әкелуі мүмкін. Сондықтан бөліп шығару үдерісі тірі ағзалардың денсаулығын сақтайтын негізгі механизмдердің бірі.